Қайырлы күн. Цифрлы тағам каналыма қош келдіңіздер. Сендермен бірге мен Дана. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Бүгін біздер мынадай өте әдемі Тиффани салатын дайындаймыз. Әдеттегідей қажетті ингредиенттеріміздің мөлшерін описанияға жазып кетемін. Бірінші етімізді алып ұсақтап аламыз. Менде сиыр еті. Піскен тұқымымызды үккіштен өткіземіз. Ірімшікті де үккіштен өткізіп, бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді грек жаңғағын тазалап аламыз. Оны да үккіштен өткіземіз. Виноградты ортасынан бөліп, ішіндегі шағуын аламыз. Енді әдемі ыдысқа салатымызды жинаймыз. Үлкендеу тарелка алып, оның үстіне мынандай кальций саламыз. Бірінші слой ол майонез, одан кейін етімізді саламыз. Тұз бен бұрышымызды ұмытпайық. Содан кейін тағы да майонез. Еттің үстіне тұқым саламыз. Тағы майонез жағамыз. Ірімшік саламыз. Майонез. Үккіштен өткізілген грек жаңғағы. Тағы майонез. Жақсылап тегістейміз.
Енді кольцомызды алып, тағы да майонезді жандарына жағып, дұрыстап тегістеп аламыз. Соңғы слой әдемілеп жүзім саламыз. Видеодағыдай осылай жүзімді дізіп, салаттың бетінің барлығын жабамыз. Өте әдемі, дәмі тіл үйірер Тиффани салаты дайын. Осы рецептпен дайындап көруге сізге кеңес беремін. Дайын болған салатты 1-2 сағат тоңазытқышқа қойсаңыз, одан да дәмдірек болады. Бұндай салат сендерге де ұнайды деп сенемін. Астарың дәмді болсын.